Мен 27 мың подписчигі бар каналды тастап кеттім. Себебі мен 2 жыл бұрын пәтер сатып алдым. Астанада пәтер сатып алдым. Мен үйлендім, 2 балалы болдым. Осы уақыттың ішінде қаншама рет жұмыс ауыстырдым. Неше түрлі проблемаларды басымнан өткіздім. Сол үшін YouTube'қа видео түсіруге менде мүлдем уақыт та, мүмкіншілігім де болған жоқ. Сонымен қоса YouTube менде монетизацияны да алып тастады. Сонымен менде мотивация мүлде қалған жоқ. Енді қазір мотивациям қайта оянып жатыр. YouTube'қа деген шабытым ашылып жатыр. Сондықтан менен енді видеоларды күтсеңіздер болады. Апта сайын 2-3 видеодан салып отырамын. Достар, менің осыдан 7 жыл бұрынғы түсірілген осындай әңгіме видеомды көрсеңіздер болады. Онда мен Қазақстаннан неге көшкім келетіні туралы айтқан болатынмын. Ол кезде мен студент болатынмын. Ссылкасын комментарийде және описаниеде қалдырамын. Бірінші сол видеоны көріп алыңыздар, одан кейін осы видеоны көріп сіздерге түсініктірек, қызығырақ болады деп ойлаймын. Сонда сіздер бүткіл контекстті түсінесіздер. Ол 7 жыл бұрын түсірілген видео, және сол видео мен осы видеоны салыстырып арасындағы прогрессті де байқасаңыздар болады. 4 жыл бұрын үйлендім, балалы шағалы болдым, менде жұмыс қатты болды. Содан кейін мен YouTube'да менде монетизацияны өшіріп тастады, просмотрлар жиналмай жатты. Содан кейін менде мүлдем мотивация болған жоқ YouTube'қа видео түсіруге. 2023 жылы мен әжемнің атындағы Тараздағы 2 бөлмелі квартираны мен атыма жаздырған болатын. Содан кейін 2024 жылы, 2023-тің аяғына таман мен ол пәтерді саттым, себебі ол пәтерден ай сайын 50 мың теңге аренданың ақшасы ғана түсетін. Ал мен өзім Алматыда квартираны 250 мың теңгеге жалдап тұратынмын. Ол кезде уже әйелім бар, бір қызым бар етін. Сосын мен ол пәтерді сатқаннан кейін Алматыдан пәтер іздеп жүрдім, сатып алмақшы болып жүрдім. 2024 жылдың басы болатын. Енді BI Group'тан маған таныстарым айтқан бойынша BI Group компаниясы жақсы деп, сол BI Group'тан квартира сатып алмақшы болып жүрдім Алматыдан. Сол кезде күндердің бір күні 24 жылдың басында Алматыда жер сілкінісі болды. Біз әйелім, қызым үшеуміз далаға шығып, таңғы 5-ке дейін көлікте отырдық. Содан кейін біз Алматыдан көшеміз деген шешімге келдік. Алматыдан қайда көшеміз деген ой болды. Шымкентке көшейін десек, Шымкент маған ұнамайтын, себебі ол жақ ыстық және адам көп деп. Содан кейін Астананы таңдадық. Астанаға көшіп келдік бір күнде. Бір аптаның ішінде Астанаға көштік. Содан кейін Астанада жұмысымды, Алматыда жасап жүрген жұмысымды Астанада онлайн жұмыс істеп жүрдім бір жылдай. 8 миллионын мен IPO-ға Air Астанаға салдым. Air Астананың IPO-сында маған акцияларды 1073 теңгеден берді бір акциясын. Ал общий 8 миллионға осындай бағамен алдым мен. Содан кейін 15 күннен кейін 15 февраль күні IPO аяқталып, Air Астана компаниясының 2024 жылы акциялары биржаға шықты, сатуға болатын мүмкіндік ашылды. Сол кезде мен қараған кезде акциялардың бағасы 1213 теңгеден болды. 1213 теңгеден болды. Сосын мен 8 миллионға алған акцияларым барлығы енді 9 миллион болды. Ровно дәл 9 миллион 2000 теңге ма, 3000 теңге ма болды. Сосын мен бүткіл акцияларымды саттым, 8 миллион салып, 15 күн ішінде миллион теңге шығардым, табыс таптым. Бұл кезде мен қатты қуандым, ешқандай ұзақ ойланыс болған жоқ, бірден миллион табысым шығарып алдым да. Сол ақшаға пәтер сатып аламын деп шештім. Пәтерді сатып алдық, Астанадан әлі соғылып атқан пәтер сатып алдық. 2024 жылдың майда сатып алдық. Сосын 2024 жылдың желтоқсанның 21 күні кілт алдық. Одан кейін 2025 жылдың оған дейінгі уақытта мен пәтерді
жалдап тұратын болдық Астанада. Дәл бәйтеректің қасында 250 мың теңгеге 2 бөлмелі пәтер жалдайтынбыз, және 200 мың теңге ипотека төлейтін. Квартираны әлі алмасам да ипотеканы сразу бастап кетеді екенсің төлеп. Сонымен менде айына 450 мың теңге шығын тек пәтерге ғана болды. Сонымен күнкөріс арен болып жүрді. Мен ақша жинай алмадым ремонтқа. Сосын ремонт бастаған кезде 2025 жылдың 3 қаңтарында ремонт бастадық. 10 қаңтарда мен жұмыстан айырылып қалдым. Мен жұмыс істеп жатқан компания банкрот болды. Сонымен әркім жан-жаққа тарап кетті. Мен соңғы айлығымды да алған жоқпын. Ремонтты тек қана рассрочкаға, Каспи рассрочкаға алдық, жасадық, материалдарын бәрін жасадық, жұмысына ақшасын төледік. Сонымен общий қарызым менде 6 миллион мен 8 миллион арасында болды қарыздарым. Соны 2026 жылдың міне қазір апрель болды. Апрельге дейін төледік. Рассрочканы айына менде 320 мыңдай төлейтінмін. Көлігіммен таксовать етіп жүремін. Ол кезде менде Volkswagen Polo деген көлік болатын. Сонымен әйтеуір бір нәрсе қылып ремонт бітірдік. Ремонт бітірген кезде мен президент архивіне жұмысқа кірдім. Наурызда 2025 жылдың наурызында президент архивіне айтишник болып кірдім. Содан кейін 3 айда істедім ол жақта. 3 ай маған ұнады ол жерде жұмыс істеген. Жақсы, ақшасы да жақсы болды. Корпоративті атмосферасы да жақсы болды, маған ұнады. Бірақ ол жақтан шығуға мәжбүр болдым. 3 айдан кейін ол жақтан шықтым. Тағы да 1 ай жұмыс іздеп жүріп қалдым. 1 айдың ішінде тағы бір жұмыс таптым. Ол кезде интернет компания болатын. Астанада интернет жалғайтын компания. Ол жақта жұмыс қиын болды. Және бастығым сәл нашарлау адам болды десем болады. Себебі біз онымен келіспей шығып кеттім. Мен ол жақта да 3 айдай жұмыс істедім. Ол жақта жалақысы біріншіден аз болатын. Қолға алатынбыз, және ол жақта жалақым азырақ болатын, және зейнеткерлік зейнетақы несі болмайтын, қаржыландыру жүрмейтін. Яғни официально жұмыс емес етін, ол официальный емес жұмыс болатын. Себебі айлықты бізге Каспимен перевод жасайтын. Ол жақтан мен бастығыма айтам бұлай деп, маған зейнетақы жарналары керек, маған себебі болашақта керек болады, маған салыңыздар деп айттым. Жарайды, саламыз деді. 2 ай өтті, салмады. Мен бастығымнан сұраймын, неге салмайсыздар? Мен өзім зейнетақы жарналарым, счетымды қараймын, ол жаққа ешқандай ақша түсіп жатқан жоқ. Мен сұраймын, неге салмай жатсыздар? Сен ондай ақша тұрмайсың дейді. Мен саған қазір 400 мың теңге төлеп жатырмын, және үстіне саған зейнетақы жарналарын бәрін официально жасайтын болсам, саған 600 мың теңгедей төлеуім керек болып кетеді, ал сен онша ақша тұрмайсың деп. Мен онда жарайды, онда кеттім мен деп, ол жұмыстан шығып кеттім. 3 ай ол жақта жұмыс істеп шығып кеттім. Тағы 3 ай жұмыссыз жүрдім. 3 ай бойы таксовать еттім тоже. Таксовать етіп, күнімді әрең көріп жүрдім. Содан кейін бір күні HeadHunter'да күніге жұмыс іздеп отыратынмын. Сонымен бір күні Қазақстан темір жолында айтишник деген вакансия шықты. Сол жаққа жұмысқа кірдім. Сол жақта әлі күнге дейін жұмыс істеп жүрмін. Соңғы айда мен ол жаққа менеджер группы по IT болып жұмысқа кіргенмін. Соңғы айда мен қазір бас менеджер болып кірдім. Ол кезде қарапайым менеджер болып жұмыс істейтін. Қазір бас менеджер лауазымына көтерілдім. 7 ай жұмыс істедім онда. 7 айдың ішінде 1 сатыға жоғарыладым өзім карьералық лестницам бойынша. Кредиттер туралы айтып бастайын. Менде осы Каспиге, былай елестетіп көріңіз өзіңіз, Каспиге ай сайынғы төлемім 320 мың болды, әйелім атында 100 мың төлеймін. Сосын әйелім өзі жұмыс істейді, тоже ақша табады. Ол өзін сол кредитті Каспиді өзі жауып жүрді. Содан кейін қазір декретте әйелім, екінші қызымыз дүниеге келді.
Сосын менде мисалга 320 мың Каспий, 100 мың айылым Каспий, 37 мың Банк Центр кредит. Сосын ипотекага 200 мың төлейм айына. Сосын мен өткен жылы 2025 жылы жаңа жұмысқа кіріп жатқан кезде өзім көлігімді сатып тастадым да, 1 айдан кейін жаңа көлік алдым. Соған 153 мың теңге автокредит төлеймін қазір. Сонымен общий сумма менде қанша шықты? 320 плюс 100, 420, 460, 660, яғни 800 мыңға дейін тақап қалды бізде. Бұл мен үшін өте ауыр болып кетті, сондықтан біз жақында Каспий кредитті рефинансирование жасадым. Айына қазір 8 ай 48 мың теңгеден төлеймін. Сонда мен бір нәрсе қылып осыны тезірек жауып тастауым керек. Ипотекам 200 мың, БЦК 37 мың қалып тұр, 153 мың автокредит бар еще. Сол уақытта промежутокта не болды? Мен көлікті сатып жіберген мақсатым, мен көліксіз жүргім келді, кредиттарымды көліктің ақшасымен жауып тастап, жұмысқа развозкамен барып жүремін деп ойлағам. Бірақ ол ойым іске асқан жоқ, себебі мен бірінші қызымды, үлкен қызымды балабақшаға күнделікті апаруым керек, ал ол жаққа таксимен баратын болсам, күнделікті 5 мың теңге кетіп отырды. Мен есептеп көрдім, 5 мың теңгеден күніне 20 күн баратын болсам, 100 мың теңге ойланбай кетіп қалады. Оданша мен автокөлікті кредитке алып, 150 мың теңгеден ай сайын төлеп отырайын деп шештім. Сол кезде, соның алдында көлікті сатқан кезде ақшамды мен кредит жабуға құртқан жоқпын. Бүткіл ақшамды Volkswagen Polo деген машинамды саттым да 4 миллион 200 мың теңгеге. Сонымен қаржылық нарықта акцияларға инвестиция жасадым. Оның ішінде CoreWeave деген компания болды, Figma деген компания болды. Сосын CoreWeave-тің конкуренті болатын, қазір айтам, Nebius деген компания болды. Nebius. Осы 3 компанияға акцияларына ақша салдым. И CoreWeave-ға $1000 салдым, $1000 CoreWeave-ға салдым, $1000 Nebius-ға салдым, және Figma-ға салдым. Figma-ға көп ақша салдым мен. Сол кезде бір күні ұйықтадым, ертесі күні оянсам, CoreWeave $64 тұратын негізі, $64 тұратын. Ертесі күні оянсам, $94 тұрады екен. Nebius $63 тұратын, ол $99 тұрып кетті. Екеуіне де $1000 салған болатым. Сонымен екеуінен общий счетпен есептегенде где-то мен $1500 таптым. Екеуін қосқанда. Сосын Figma-дан мен 53-тен сатып алдым да 61-ден ба 62-ден ба сатып жібердім Figma-ны. Ол жақтан тағы да 400 мың теңгеде таптым. Общий счетпен где-то 800-900 мың теңге плюс таап алдым. Сосын мен осымен кішкене Каспийдегі рассрочкаларымды азайттым. Содан кейін қалған ақшаның 2 миллион теңгені келесі көліктің бастапқы жарнасына 2 миллион теңге салдым. Сосын сол ақшаға автокөлік алдым. Өзім қалаған автокөлікті алдым. Осылайша мен ары қарай кредитке кірдім. Достар, сіздер ойлайтын шығарсыздар, неге бұл кредит туралы айтып отыр, өзі инвестиция туралы айтатын еді ғой баяғыда, не деп қыртып отыр деп. Себебі ремонт жасау оңай емес, ремонтқа үлкен ақша кетеді, көлік алу оңай емес, көлікке де үлкен ақша кетеді. Сонымен мен есебім бойынша қазір дұрыс келе жатырмын. Кредиттер төлеу оңай болған жоқ. Егер мен басынан бәрі қайтадан бастаған болса, мен әрине бұлай кредиттер алмайтын едім. Мен кішірек квартира алатын едім, кішірек көлік алатын едім. Бұрынғы көлігіммен жүре беретін едім мүлде. Бірақ боларшысы болды. Мен басымнан өткен нәрселермен сіздермен бөлісіп жатырмын. Жайлап кредиттерден айырылуға тырысып жатырмын.
Қазір рефинансирование жасадық. 228 мың теңге еді Каспийде төлейтінім қазір. Бір жыл төлегеннен кейін рассрочкам азайды, себебі бір жылда жарты рассрочкам төленді да, сонымен 228 мың қалды, 320 мыңнан. 228 мың айына төлейтім, сосын Каспий рет болды, айына 54 мың. Солардың бәрін қосып рефинансирование жасадым да, менде қазір 48 мың теңге айына төлейтін қылып жасадық. Бұны мен 2030 жылға дейін төлеймін, егерде график бойынша төлейтін болсам, переплата 2 миллион теңгедей болады. Общий сумма кредита 2 миллион 600 мың, оның үстіне 2 миллион болса 4 миллион 600 мыңды 2030 жылға дейін қайтарып тастаймын. Егерде бірінші 6 ай бойы 48 мың төлейсің, одан кейін 99 мың теңге төлейсің дейді. Бұл әрине тиімді емес, мен оны досрочно ертерек жауып тастауға тырысатын боламын әрине. Достар, мен осы видеоны аяқтай отырып өзімнің ештеңеге өкінбейтінім туралы айтып бергім келеді. Менде кереметтей қыздарым бар, 2 қызым бар. Астанада пәтерім бар. Это микрофон. Смотри, я видео снимаю. Көрдің бе? Видео түсіріп жатырмын. Мен Астанада 3 бөлмелі пәтерім бар. 2 кішкентай қызым бар, керемет, әйелім бар, көлігім бар, жұмысым бар. Мен ештеңеден өкінбеймін. Және YouTube каналымды да жақсартып, дамытқым келеді. Қазақстанда өте танымал болғым келеді. Сол үшін сіздер осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, маған көмектесіңіздер, өздеріңізге пайдалы ақпарат алыңыздар. Мен ары қарай ақшаны қалай жұмсау керек туралы, кредиттер туралы, ипотека туралы, инвестиция туралы бәрін айтып беретін боламын. Қазір мен осы каналда қайта оралғаным туралы сіздерге айтқым келеді. Лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер, инстаграмға подписка жасаңыздар. Сіздер менің болғандарыңызға рахмет. Мен енді YouTube каналымды дамытамын, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, шортс видеоларды да салып отырамын, соларды да қарап отырыңыздар. Аптасына 2-3 видеодан түсіретін боламыз. Сау болыңыздар да, Штаня? Сау болыңыздар да.